Добрый вечер, Казахстан. Алла, салам алейкум. Мы начинаем свой второй международный отдых. Вот, женушка. Так, аржақта бізде бажалар. Вон они стоят. Короче, біз үш отбасымыз, үш семьямыз. Қазір аман сен ұшып қондық. Енді бізбен бірге болыңыздар. Уставшие, конечно, но қызық сәттермен бөлісетін боламыз. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Так, продолжаем. Аэропорттың іші әлі әдемі екен, күшті. Ауа райы влажный екен. Вот то, что я хотел. Пальмы. Ой, вообще супер. Қытайға мыңда бір шүкір. Осындай керемет аэропорт екен. Ал. Едем дальше. Ya. Так, осы жерден бастайық. Мынау бізде осындай асхана. Кереметтей, огромный. Адам көп почти. Так, кеттік ал. Мынау кофеварочная машина. Мына жерде чай, мынау. Кеттік дальше. Сок, напитки, панкейки, вафля, ыстық қандайлар. Мынау не екен білмеймін. Әлі прямо стейк бұрынғап. Типандай пельмен сияқты, ман сияқты. Мынау, не знаю. Сосын бұл жерде айтпақшы колбасаларды байқау керек. Колбасалар шошқан етінен істелуі мүмкін көбінесе. Мынау білмеймін екен. Салаты. Мынаны рисовые пирожки дейді. Күріштен істелінген бәліш былай айтқанда. Мынау рулеттер. Мынау біздің тоже пельмень. Это пельмень. Ешқайеті бол мүмкін мұны. Бекон дейді. Осылай табылу керек. Халал болмауы мүмкін. Сосиска тоже. А жоқ. Свет екен. Нормально. Мынау куриный тауық етінен. Мына бізде утка. Уткамыз үшін. Специи, шмеции. Идем дальше. На жерде тоже бір зал. Осындай.
бөлек зал. Жақта бізде Хого осына заказ бересіз да, торба қойып береді. Салат саласыз, өңшең. Ондай перец салатсыздар, лимон салатсыздар. Мына жерде омлет көзіңіз жасап береді. Жұмыртқа, салат. Идем дальше. Мына бетте бізде так, мына бізде не? Осындай. Қарға піскен тамақтар. Мына бізде не? Жареная рыба, балық екен, балық. Мына бізде типандай жареная говядина мына. Мына бізде шошқаның еті болу керек. Мына байқаңыздар, тауық еті бар бұл жерде. Мына бізде қашша болу керек. Сорпа. Мына бізде тоже сорпа. Рисовый сорпа. Так, идем дальше. Мына бізде лапша. Обычный лапша. Салат уже бітіп қалды. Тоже салат. Мына бізде гороховый салат. Мына рис нанның орнына. Так. Мына жерде бізде суши. Суши нәрсе көбісі болған, бітіп қалды. Мынау дәмдемесі. Мынандай міне жүзім, кішмиш. Мынау бізде білмеймін, ірімшік сияқты. Сыр, колбаса. Тоже специялар, салаттар. Мына жақ тоже салаттар. Мынау помидор, қияр, листья. Мынау дәмді міне нанның орны. Күріштен істелінген нан сияқты. Сосын осындай нелер. Фрукты, необычный фрукты бар. Ондайлар көп. Қазір. Мына бетте бізде қағыда. Бұл жерде бізде фрукты. Осындай фрукты. Білмейміз аты қандай екенін. Мынаны білесіздер. Мынау да фрукты. Дәмді. Мынау қауын. Мынау дарбыз. Қауын сияқты бір нәрсе. Алма сияқты ма? Мынау да қауышылып отыр бізде. Мынау бізде какой-то бір қоспалар. Так, идем дальше. Мына жерде міне бала шағаға арналған. Осындай. Типа не сияқты ғой жаңағыдай. Мынау бізде сүт, айран, мынандай міне фрукт. Бұның аты бізде қандай еді? Ұмытып қалдым бұның атын. Мынау да міне бітіп жатыр. Так, идем дальше. Идем дальше. Бұл бізде тек қана завтрак. Завтракта бізде осында беріледі. Обедті пока білмеймін не берілетін, но примерно осы міне. Қандай мұз бар, апельсин, арбыз, қауын. Тура бағанағыдай. Все. Бұл бізде тек қана завтрак. Так, мынау бізде енді отеліміз.
отельдің сырт жақтағы пляжға, теңізге баратын жол. Теңізге апарар жол, былай айтқанда. Қазір түсірейін. Мына жерде мына керемет сұлу балықтар жүзеді. Какой-то бір не отыр да, ойын ба. Так, әнекей, неткен. Ғажап. Какой стоимость? Действительно, какой стоимость, да? Так, мынау бізде үсті бағып тұратын кішігірім өзен. Осы жерде балықтар еркін жүзеді. Ешкім бұларды ауламайды. Осындай мын керемет пальма. Осындай пальма үйге еккім келіп жүр. Хотя бы искусственный. Так, осындай гүл. Атын білмеймін қандай. Но күшті гүл. Міне өзіміздің қазақтар позирует. Еркін өмір сүруде. Так, идем дальше. Мынау бізде көкшіл болса, мынау бізде ақшыл. Бірақ бір сорт барлығы. Мынау бізде пальмамыз өтірік деп ойласам, сөйтсем живой екен. Идем дальше. Міне ар жақта бізде пляж, море, теңіз. Қазір сояққа барамыз. Так, мына үйлер бізде семейный, отбасылық, тыныштықты жақсы көретін отбасыларға арналған мини домиктер. Былай айтқанда 2 этажды. Компактный, бұл походу кішкене қымбаттау сияқты. Да, Айгулечка риза, главное. Ана вид тараңыздар, неға клип жүріп қой. Бітіп қой ба. Өзіңді ойлағанда кейде жатталмаймын деп. Осындай ар жақтамын. Речкамыз мини. Қараңыздар қандай газондардың өзі. Мына жақта жаяу жүріп қой, жаяу деппін ғой. Жалаң аяқ жүру керек. Ой. Ауа райы. Бұл жерде андай ылғал басымдау болғандықтан уже терлеп жатырмыз. Самолеттен түскеннен кейін сразу киім жабысып қалады үстілеріңізге. Так что соған дайын болып келу керексіздер. Бұл жаққа обязательно келу керек. Обязательно. Өйткені келмесеңіздер бұл күнә болады. Кәдімгідей күнә болады. Мынау бізде кафешка. Но сәл қымбаттау. Мына жақта бассейні бар өзінің. Қазір түсірем. Бірінші онда бассейнді түсіріп көрсетейін. Мына жақта өңшең орыстар осындай ағылшындар осында жүреді. Өздерінше баптылағыдай. Әлгі жерде элита болып кафенің кіре берсе, бағалар барлығы тұр. Мына бала-шаға ойнайтын жер. Бала-шағаның іші піспайды. Мін осы жерден шығады да бассейнге келе қаласыздар. Ешқандай ешкім еш нәрсе сіздерге айтпайды. Мына бассейн. Ана виттарыңыздар. Айттым ғой, неғып келмесеңіздер бұл күнә болады. Сұмдық тұр ма? Алланың құдіреті қандай. Мына жақта бізде бассейн болса, мына жақта бағанағы кішігірім өзеннің бітетін жері. Балықтар, алтын балықтар жүзіп жүреді. Тамақ сұрайды кей кезде.
Короче, жұмақтың бір бұрышы ғой, былай айтқанда. Кішкентай бір бұрышы. Мына жақта бізде бар. Судың үстінде отырып заказ бере бересіздер. Любой каприз дейді ғой. Ақшаңызға қарай. Так, мына бізде гостиницамызды. Мына жерде VIP деп қойды. Әркімнің өзінің бассейні бар мына жерде. Балконнан шығатын сразу бассейндер бар. Біз тұратын жер маяқта. Біздікі ары қарай тұр ғой. Тау қарап тұр біздікі. Ал кеттік ары қарай. Көлге кеттік, көлге. Көл деп қойған. Бұл айтпақшы, бұл теңіз. Северный китайский нейді. Короче, Северное море деп қойды, Китайское море. Қытайдың теңізі. Тұзы тоже анау қызыл теңіздегідей. Тұзы ащы, тұзы басым кәдімгідей. Көзіңізді бір рет аштады басында. Сосын барып үйленіп кетесіздер. Көзінің құртын алып болғаннан кейін. Ал кеттім мен. Брат деп па, дұрыс емес деп па. Хотя бы түсіріп ал мынаны. Центр города. Бұл дракон тартыңыз. Мені тартайын, тонировкасы беспонтов болып. Похуй деп бұра берсейші. Қалай екен ғой, міне. Біз не Бангладеште тұрып екен. Біз Қаскелеңде тұрамыз. Біз Қаскелең жақтан алып ағамыз ғой. Айтпа. Міне море, міне. Айналайында, әні мост. Лобовой жүк қойса алып Кетші. Лобовой жүк қойса алып. Так, біз енді мынау Жапанс деген жерге келдік. Бұл жерде былтыр 5000 теңге болатын, входшы. 5000 теңге төлейсің, барлығы тегін болатын. Барлығына суши, муши. Ана жерде креветка, креветка. Мынандай сортталар, соустар. Мынандай креветкалар шіркен. Балық. Осьминоктың бала шағасы. Ракушка, не ракушка. Мынандай замороженный. Бәрі халал. Шошқан еті жоқ деп ойлаймын енді. Сондай болған былтыр. Енді қазір енді 7000 теңге адам басына. 7000 теңге төлейсіз. И барлығы тегін. Келесі жылы походу 8000 болады. Арғы жылы 10.000 болатын сияқты ғой. Бұл енді жаңа реклама емес. Просто өзіміз на опыте тапқан кафеміз. Японский чистандай. Ешқандай қоспасыз. Біздің столик мынау. Қазір мынаған қазір пісіреміз, қуырамыз. Тірі емес енді, бірақ мына кісілер сияқты міне. Барбекю сияқты жасаймыз бұйырса. Ал ас болса бізге де, сізге де. Құлақ бітелді бені, құлақ бітеліп жатыр уже. Құлақ бітеліп жатыр. Ал біз келдік. Видеоға айтпайды. Мынау бізде аты қайда? Бана Хиллстың канатын дорога. Жоқ, канатын дорога келдік міне. Ажақ деген вообще эффект айтамайым енді. Просто бесподобно. Асты деген вообще, ё-моё. Супер. Так, нан үстіне шықтық мінекей. Өте керемет қараңыздар. Ғажап. Нан қараңыздар. Просто белиссимо ғой, белиссимо. Мына кісілер қараңыздар. Бәрі мрамор. Мынаның барлығы мрамор. Ей. Замыт қараңыздар, қандай күшті керемет. Жалпы тағы бір түсінген нәрсеміз.
әлемнің, табиғаттың. Мына қараңыздаршы бұлтты. Бұлтқа почти тиіп тұрмыз ғой. Бұлттың қозғалысы деген жылдам. Әлемнің ғажап сұлу жерлері өте керемет, көп қой негізінде. Біз білмейтін. Сондықтан тағы да бір нәрсені түсіндік, осындай ел аралау керек екен. Сұлуға қараңыздаршы, ғажап қой. Не деген мынау еңбек жалпы, не деген дизайн. Әлі жұмысқа таңғалып, рахаттанып, мына қараңыздаршы. Мына жер тым бөлек. Мына қараңыздар. Телефон қоса бітті ғой, таппай қаласыздар. Ана жақта басқа бір қала бар. Қала болғанда кішігірім ауыл сияқты ғой. Мынау красота енді. Сөз жоқ. Мынаны қараңыздар, мына қол қараңыздар. Тастан қажап істеген ғой, тастан қажап. Алла. Күшті, күшті. Ана бұлт қараңыздар. Тиіп тұр бұлт. Так. Мынау бізде французский дом ба, французский замок. Короче, район деп қояды. Бәрі французше. Ал сияқты зданиялардың бәрі француздың стилінде соғылған екен. Күшті, күшті, керемет. Францияда болады ғой осындай бір аллеялар бар. Мороженое жеп. Қалай? Мен тұрақты подписчигім. Мынау да мына подписчигім тұрақты. Міне осындай бағалар қатты қымбат емес. Біздің Алматыдағыдай, енді айтсаң тағы да өзімізге тиеді. Алматыда бір күшті бір ашылып қалса, болмаса Алакөлге барсаң, барып қалсаң, ойбай, удай ғой. Мына жерде ондай бағалар жоқ. Мына жерде фреш жаңағы суға бар ғой. Фреш сусынымыздың өзі ары кетсе 500 теңге болар. Ары кетсе мен. Бізде бұндай болса 5000 теңге бағаны көтергенде. Ну ладно, не будем о плохом. Қараңыздар қандай гүлдер, тамаша гүлдер. Ауа райы деген бомба. Мына бізде міне қазір. Осы маған қыз болып келесіз. Осыған берейік қазір. Ал, ішіне кіріп көрейік. Бисмилля. Оң аяқпен берейік. Бұл бізде енді шіркеу болып тұр ғой. Ал, мешіт бермей қойық. Христиан бауырларымызға. Так, а мы двигаемся дальше. Қайда біздікілер? Біздікілер куда ушли? Так, мейлі. Кеттік, былай барайық. Лай, қазір барып, ары көреміз. Ал, келдік міне легендарный руки бога деп қояды. Құдайдың қолы деген сияқты ғой енді. Мінекей. Ой, бай. Бұл енді вообще сөзсіз. Вообще. Не деген? Қалай соққан десеңші. Я понимаю, пенопласт болса түсінем, жеңіл ғой деп. Тас қой бәрі шіркен тас. Адам деген қырғын. Кеттік дәлші. Так, басқа жүреміз. Погода бізде салқын болып тұр. Таудың шыңы болғандықтан ондай ыстық жоқ. Ашық етеміз. Келіп аласың. Мынандай мүсіндер бар міне.
қазір көрсетейін. Мынандай бір ерекше мүсіндер бар екен. Менің мұрныма кішкене ұқсайды ма, что-то. Мынандай міне күнбағыстар тірідей өсуде. Күшті енді, күшті. Мына міне мүсін, беті жоқ мүсін, бірақ құлағы дәу екен. Мына жерде міне аяқтар бар екен. Дәу. Қайта біреу. Бұда, короче. Осылай. Күшті. Елдер соқтарын ішіп жатыр. Етіндерін жеп жатыр. Міне бағана қолымыз. Міне орыстар көп бұл жерде. Ой, индустар көп. Қырғыздар бар ішінде. Короче. Мынандай қол. Бұл қол не ағып шығып тұр? Білмеймін деп қоясың. Так. Қазына мостпен жүреміз қазір. Керемет. Мұнан қарасаңыздаршы, мәссаған. Мына бетте қала көрді. Қала. Айтсам тағы да сенбейсіздер. Астында тау бар. Қала. Ар жақта Нью-Йорк почти. Ар жақтың барлығы тау. Біз осы ең биік тауда. Яқта мына Бана Хиллс деген орналасқан жер ғой. Сонына қолды ошаға соққанға әдемілеп тұрып. Сондықтан да күйеулеріңізді сұрайым. Обязательно келіңіздер, көріңіздер. Бұл деген ғажап, өте сондай тамаша жер. Что там? Ал біз мостқа келдік. Ана мына бірінші қол екен. Анау бізде екінші қол. Кеттік ал дальше. Идем дальше. Опа. Арғырай жүреміз. Адам көп енді. Болғанда да көп. Мына бетте міне канатты дороганың. Кино ғой, кино. Фантастика. Басқа әлем ғой. Басқа әлем. Мұнда бір шүкір дейміз. Ал кеттік дальше. Ал біз келдік мынау супермаркет. Аты Лотте деп қояды, Лотте. Соның ішіндегі үлкен супермаркет. Осындай. Бұл жерде енді барлығы бар ғой енді. Бәрі. Everything. Міне шоколад. Фрукты, не фрукты. Айтпақшы, мангоның бағасы 69.000 вон. Это у нас примерно 200.000-300 теңге ғой. Фрукты енді толып тұр. Мына біздің тележкамыз. Бәрін жинап алдық. Полный болды. Кеттік дальше. Наның бағасы. Мына не бізде? Дракон емес бұны, е? Бұныкі 40.000 донг дегеніміз. Это примерно 900 теңге. 800 теңге ма? Килограмма. Мынау қияр емес. Бұл бізде авокадо. Авокадоның бағасы бізде
50 мың. 50 мың донг дегеніміз, это у нас 1000 теңге ровно. 50 мың дегеніміз, это 1000 теңге. 100 мың дегеніміз, это 2000 теңге. И так далее. Мынандай барман. Бұл ойбой, иісі деген қандай керемет. Бұның атын да білмейміз енді. Мына грейпфрут шығар. Не деген дәу. Охо, міне. Керемет. Просто супер. Мынау бізде өзіміздің арбуз. Айта кететін жай, бұл жақтың арбузы біз сияқтандай құмды арбуз деген жоқ. Қып-қызыл іші базар жоқ. Но. Такой. Қанты аз ба, сондай бір. Тәттілік аздау ма. Мынау бізде қауын. Есін көрейік. Ой, еш жоқ қой осы. 120 мың. Біздің қауындар сочный ғой. Жоқ. Дәні жоқ. Ой, иісі жоқ. Так. Бұл жақта гүл деген арзан, кстати. Гүл деген арзан. Әйелдеріңізді алдап қойсаңыздар болады, гүл алып. Мынандай өңшең, пакетированный, мынау, короче. Пакетчикілер, короче. Біздің асқазан қорытпайтын. Мынау бізде күріш сияқты екен ағы. Күріш қой. Күріштің бағасы 130 мың. 130 мың дегеніміз 2500. 5 килограммдық. 2500. Нормальный баға. Біздің қазақтар. Так. Күріш бұл жерде арзан екен. Күшті. Аппақ күріштер. Күріш деген көп. Мынандай бар, не бізде. Гонконг туа деп қояды. Білмеймін, бір лимон сияқты ма, перец, әртүрлі перецтер. Міне қиярлар. Майда. Өздері сияқты майда. Так, мынау бізде мынау стейк істейтін варианттар көп екен бұл жерде. Неше түрлі. Мынау бізде шошқан еті ма, білмеймін. Шошқан еті бұл жерде көп, байқаңыздар. Ойбой, мынау біз тірі ғой мынау. Мынау байқыс бізде әлі тірі. Осындай. Осылар деген осындай ұнамайды маған. Кішкене қан ағысы дегенде бар, сойып, сөйтіп барып қоймай ма деймін да. Вообще. Мынау бізде креветкалар міне. Дәу. Королевский. Мынандай балықтар. Қымбат емес еще. Міне 60-70 мың. Это примерно 1200 сондай ғой. Мынандай балықтар. Тұр. Міне креветкалар королевский. Мынаның бағасы мысалы. Так, қаяқтардың бағасы. Міне бағасы 190 мың дегеніміз. Мына жерде 1 килограмм. 190 мың дегеніміз это 3600 теңге. Грубо. Мына жерде міне мынандай дәу. Мынау вообще дәу екен. Мынау вообще дәу. Мынау дәудің өзі 5000 теңге почти. Так, все, кеттік дальше. Мынау фасоль, масоль, анау, мынау. Мынандай балықтар бар. Типа скумбрия сияқты. Так. Мына
Мына жерде бізде міне замороженный тоже балықтың басы. Мына балықтың басы мына жерде вообще арзан. 5800 дегеніңіз примерно 2-3 теңге ма? 3 теңге. 100 теңге, я. Мынаның бәрі 100 теңге. Керемет. Өте керемет. Бағалар арзан. Мынау су жыланба бір бәле ғой. Так, мына жерде білмеймін не екен, жұмыртқа. Мына жақта тауықтың еті. Ну, примерно осындай енді. Аяқтың бәрі зелень. Фрукты. Мына не бізде? Карточка ма? Жоқ, карточка. Міне карточкамыз бізде. Карточкалар жақсы екен, қып-қызыл екен. Свежий. Так. Ну, осындай енді. Что там, по-жигенски? Набрали, да? О, міне. Не мынау мысалы? Что там? Вот, білмейді, өзі білмейді. Но алып жатыр. Дұрыс. Осындай білмейтін нәрсе алып жеу керек. Ал, жақсы. Ал, қайырлы кеш. Біз осындай Қоян деген жерге келдік, қалаға. 05-пен бәсе? Қала шық деп айтсақ болады. Бұл енді Алматы сияқты қала емес. Дегенмен де керемет. Қараңыздаршы. Мінекей. Мына шамның өзі қандай керемет. Мына жерде мен әпшем тұр. Ой, әпшем. Міне. Ел деген спокойно отыр міне. Шай тамағын ішіп. Мына бетте қазір магазинде бар. Магазин, кафе, ресторан дегендер. Оған аспай барамыз. Аяғымыз аман сәл бітіріп алайық. Ар жақта бір музыка ма бір бәле болды. Мына жерде. Күшті. Сөз жоқ. Керемет. Өзіңізде қандай комментарий? Қоян. Атмосферасы прям супер мына жер. Қоян деген қала жайында қалай? Енді біз қазір келдік, бірақ кешкі атмосфера керемет. Сізші? Супер. Сізші? Сон. Міне бажам, ой, бажа бар жерде уайым жоқ дейді ғой, Құдайға шүкір мінекей. Мына міне су. Таза мөлдір. Мөлдір су. Бана да бажа. Някта мен тағы да кіші бажам. You from Kazakhstan, yes? Ай, мінекей. Осылар бақытты болсын. Жаңадан мінекей отау құрған отбасы. Мынаны не знаю, бірақ өтті. Қандай қонақ жайлы. Бұл Вьетнам халқы қонақ жайлы күліп жүреді. Біз сияқты кейбір кісілер бар ғой енді. Шеке бастырыспаған, ондай емес. Олар Вьетнам халқы өмір сүрген жақсы көреді да. Шеке бастырысып, настроение жоқ деген уақыт жоқ. Бәрі әйтеуір ойнап күліп. Сол бізге де жұғысты болсын. Сондықтан да осындай күшті. Сөз жоқ. Так, біз енді мынау мраморный тау деп қойып соған келдік. Осындай керемет здание. Қазір ішін көрейік. Ішіне кірсек біз. Бисмилля. Иісі күшті екен. Неше түрлі иістер қойыпты мінекей. Тілегін айтып
ақшасын беріп шығып жатыр. Просто керемет. Кеттік дальше. Кеттік дальше, кеттік. Қайда біздікілер? Мына жақта екен біздікілер. Мынандай бір өзінше бір орындар. Тастар күшті екен. Бір нәрсе арыта оқып жатыр. Не оқып жатқан белгісіз. Осындай керемет мүсіндер. Күшті. Необычный. Қазақтар фоткаются, как всегда. Шіркей, міне. Ағаштар қандай ерекше. Күшті. Так, мынау бізде схема. Біз осы жерде болдық қазір. Біріншісі, екіншісі қазір мынаған барамыз. Үшінші мынаған барамыз. Төртінші. Мұны бесінші. Сосын алтыншы. Водопад, маған барайықшы. Водопад. Водопад емес қой. Енді не? Күн сәулесі түсіпті пешері ол. Ой, Алла. Біз екінші неге келдік, кеттік дальше. Мына жерде міне. Ал енді құдайлары ғой енді. Дұрыс. Тілек ниетіміз дұрыс. Мына. Иә, бұл киелі жер ғой, киелі. Баяғыда соғыс болған осы жерде. Американецтер жаулаған осы жерде. Талай өлім болған. Кеттік ал, ой. Вот именно. Бәлен бәлен соғыс болды ғой. Бізде соғыс болғанда, олар осы жерде соғыс болады Америка. Біз когда неміспен соғыс жүрген кезде, мына осында лестницалар бар екен. Размерлері әртүрлі, биіктігі әртүрлі. Міне, күшті. Керемет. Өте керемет. Так, таудың басына шықтық. Шіркен, андай қараңыздар, қандай керемет. Мрамор. Таза мрамор. Мынаны қараңыздар. Мынаны қараңыздар. Ой, бұл керемет. Водопад жоқ бұл жақта. Мынаның барлығын тамырлар. Қазір ең сұлуы мына жерде. Күшті ме екен? Айттым ғой күшті. Қазір бұны көргілік, обязательно көргілік. Үңгір. Мінеке қараңыздар. Қазір осыған барамыз қазір. Иду. Қазір осыған түсеміз. Ал, мынау бізде 5-ші ме 6-ші локация. Қазір. Жай түсірер қазір. Мен қазір халқым үшін видео түсіріп жүрейін. Қазір нәқ жаңа қалып қалды ғой. Анаң қараңыздар, қандай күшті. Супер. Просто супер. Короче, былай кірдік қой жаңа. Мынаны қараңыздаршы. Осылай крестерді. И жүре бересіздер ғой бүйтіп. Бүйтіп жүре бересіздер. Мына жерде міне. Аз кісілердің енді құдайы болу керек. Так. Мынаны қараңыздар. Қандай
Күшті, ғажап. Мына жерде не бар болса? Оны ешкім білмейді. Сондықтан да идем дальше. Мынаны қараңыздар. Е-мое. Супер. Мына сұлулықтың шегі жоқ, шегі жоқ. Қазір төмен қарай түсеміз. Әлі көзім тоймай тұр. Ал кеттік. Астына барайық. Енді біздікілер. В шоке, короче, біздікілер в шоке. Иду, дорогая, иду. Күшті. Әлі сол тамсанып отырмын. Мына осындай. Осындай. Бисмилля. Мына естібелдер шоқынады, тілек айтады. Тілегімізді әлі айтып келе жатырмыз. Елім, жерім, қазағым аман болсын деп. Күллі әлемдегі жақсы ниеті түзу адамдар жұмақтық болсын деп тілеулерін тілеп келе жатырмыз. Ана қараңыздар. Төбесі ашық қой негізі, қараңыздар. Ау? Я